Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. 9 қазан дүниежүзілік почта күні. Айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызып, сәлем сауқатты жедел жеткізетін бөлімнің жұмысы қашанда қызу. Олар бір сәтте тыным тапқан емес. Өздеріне жүктелген абыройлы міндетті жауапкершілікпен атқарады. Түркістан қалалық почта байланыс торабының өндірістік шаруашылық қызметі жөнінде келесі бейнесюжетте тарқатамыз. Зульфия Ергешқызы Қазпочта қызметкері, өз мамандығының қыр-сырын жетік меңгерген Зульфия бастапқыда бас операторлықтан бастапты. Бертім келе бас есепші, ауыстыру байланыс бөлімінің басшысы қызметінде де терін төкті. Қазір соңынан бақылау бөлімінің тізгінін ұстап отыр. 30 жылдық еңбек өтілімінде қызметін жан тәнімен атқарған. Қазір халық үшін барлық төлемдер, барлық аударымдар, емес почта, барлық халыққа қандай қызмет керек болса, сол қызметтен атқарып отыр. Құда қаласа осы Қазпоштадан зейнеткерлікке шығамыз деген үмітіміз бар. Халыққа қандай жағдай болса, соны жасаймыз. 9 қазан бүтін дүниежүзілік Қазпошта мерекесі. Сол сәттен пайдаланып, бүтін дүниежүзілік Қазпоштада қызмет ететін, саласында қызмет ететін қызметкерлеріне осы Қазпошта мерекесімен құттықтай отырып, дендеріне саулық, жұмыстарында табыс, биіктердің көріне беруіне тілектеспін. Жалпы байланыс торабында 39 құрылымдық бөлімше арқылы почталық, қаржылық және агенттік қызмет түрлерін ұсынады. Дәл осы жүйе көршілес Кентау аумағында да киелі өңірді қосқанда 50 елді мекенге тынымсыз тірлік жасауда. Мұның арасында сақтандыру учаскесі, арнаулы байланыс қызмет нүктесі, почта байланыс бөлімшелері де бар. Жалпы ауыл жердегі почта байланыс торабын байланыс бөлімдеріне жағдай жасалынды. Оның өздеріңіз хабарларыңыз бар. Осы 2012 жылға дейін 8 ауылдық почта байланыс бөлімшелеріне жаңадан ғимарат бой көтерді. Олар қазір толық пайдалануға берілген. Сонымен қатар Совет үкімет тұсынан бері қарай қалған 19 ауылдық почта байланыс бөлімдерінің ғимараттары бүгінгі таңда жаңадан салынған 8 ғимаратқа қосымша барлығы автоматтандырылып, халыққа қызмет көрсету жүйесі жақсарды деп айтсақ толығымен болады. Бұл мәселе бойынша кеше өздеріңіз білетін 6 қазан күні мемлекет басшысының қатысуымен Самұрық қазына қорының есебі тыңдалып, алдағы уақытта қалай жұмысты жақсарту, оны халыққа жақын қызмет көрсетуді талап етіп, талап қойылып, оның қазір бағдарлама жоспарлар жасалынуда. Қазіргі кезде мынау ауылдық почта байланыс, қалалық почта байланыс бөлімшелерінде қызмет жасап жүрген хат тасушылар мен операторлардың жалақысын көтеру бірінші мәселеде. Екінші мәселе күнделікті хат хабарлар, газет журналдарды толығымен өз дер кезінде жеткізу мәселелері қолға алынуда. Қарапайым халыққа сәлемдеме, жазба, хат-хабар, баспасөз басылымдарын арнайы байланыс қызметі мен коммуналдық төлемдер IPO бағдарламасының шеңберінде түрлі қызметті қалтқысыз көрсетіп келеді. Қаржылық қызмет көрсету саласы бойынша ақша аударымдары мен бюджетке төленетін төлем, несие, еңбекақы, зейнетақы сынды жүйелі жұмыстың негізінде почтаға келушілер үшін барлық жағдай қарастырылған. Әр терезенің өзіндік міндеті, ұстанған қағидасы бар. 1878 жыл Берін қаласында дүниежүзілік почта ұйымы құрылған. Соған қазір 190 дүниежүзі бойынша 190 мемлекет мүше. Қазақстанның мүше болғанына қазір 21 жылдан асты. Тәуелсіз ел болғаннан кейін Қазпоштада сол мемлекеттік ұйымның белгілі бір мүшесіне айналған. Зейнетақы тарату, жәрдемақы тарату және коммуналдық төлемдерді қабылдау. Одан кейін мынау мемлекеттің қазір үлкен саясаты IPO программасы дейді, бағдарламасы. Содан өткенде Қазтрансойл компаниясының акциялары сатылды. Соның бәріне Қазпошта акционерлік қоғамы жүктелген, соны атқарып қазір. Бөлімде жұмыс жасайтын 130-ға жуық маман қала және ауыл округтегі байланыс тораптарының міндетін еселей көрсетіп, жұмыстарына қашанда тиянақты. Оған почтаға келушілердің сөздері де пайымды пікірлері дәлел. Мен пенсиямды осы поштадан аламын, поштаның қызметкерлеріне рахмет, уақытылы аламыз, пошташылардың күн төлем мерекесімен құттықтаймыз. Әр уақытта жақсы қызметтеріне ырзамыз. Бүгін дүниежүзілік почта күні, сол дүниежүзілік почта күні менен өзіміздің қаламыздағы почта саласында жұмыс істеп жатқан қызметкерлерге құттықтаймын.
құттықтаймыз. Ол кісілердің әрқайсының отбасына аманшылықта бірлік тілейміз. Бұл кісілердің істеп шыққан бізге деген игілік жұмысына бізден ризамыз. Алыстағы ағайынмен байланыстырып, әскердегі сарбаздың сәлемін алып, тіршілігіңіздің тірліктерін тиянақты етер, одан өзге жарамды жұмысты жылдам атқарар сала мамандарына кәсіби мерекелеріңізбен демекпіз. Ақмарал Ғаниқызы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.